Менің жүрегімдегі мектебім деген кезде алдымен мектеп білім айдындағы үлкен кеме дер едім. Осы кемеде пәк сезімді шәкірттеріммен, жарқын көңілді әріптестеріммен, адал жүректі ата-аналармен бірге қаншама секундтар мен минуттар, сағаттар мен күндер, сан мыңдаған айлар мен жылдарды өткізіп келеміз. Бұл кемеде небір дарынды тұлғалар да, әлемді бас идірген ағаларымыз да, сіз де, біз де отырдық. Мен 30 жылға таяу ұстаздық еткен уақытта менің жүрегім тікелей мектебіммен байлаулы екенін білем. Себебі мен өз мамандығымнан, өз ісімнен, шәкірттерімнің әдемі күлкісінен, сұлу жүздерінен, пәк сезімдерінен рахат аламын. Себебі ол менің сүйікті ісім. Бұл мамандықтың қызығы мен шыжығы көп. Ел ертеңі ұландардың бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, шыншылдық пен қайырымдылықты, рухани және ұлттық байлықты бойына сіңіретін, оларды тұлғалы азамат етіп қалыптастыруда зор үлес қосып, мол еңбек ететін де осы біздер, ұстаздарымыз. Бала көзін ашқанда, ата-анасын көрсе, білім көзін ашқанда, ұстазын көреді. Мұғалім қоғамдағы басты тұлға. Оның іс-әрекеті, жүріс-тұрысы, сөйлеген сөзі, болмысы сыртқы ортаға үлгі өнеге көрсетерлік болуы керек деп санаймын. Осындай зор тұлға болу үшін мен үнемі жоғары шабытпен, құштарлықпен, өзім ғана біліп қоймай, ісі оңға басып, айналаға білім нәрімен бөлісіп, әріптестермен үнемі іс тәжірибе алмасудамын. Көпшілікпен тез тіл табыса жүріп, өзімнің кәсіби білімім мен біліктілігімді шығармашылық ізденістер жолында таныта білген, заман талабына сай жаңашыл ұстаздар қатарынан табылудамын. Ұстаз болу қиын, бірақ осы дүниедегі ең жауапты да, ең ардақты да мамандық осы. Ұстаз айналасына қуат беріп, таудай қиындықтарды тастай домалататын, жер деген әлемді көркейтетін қымбатты жандар. Жас ұрпақты білім нәрімен сусындатар, шәкірт жүрегіне гүл егер, бала жанының бағбаны, аяулы ұстаздар біз. Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұру керек, деп Мұхтар Шаханов ағамыз айтқандай, бала бойындағы дарынды ашу кез келген адамның қолынан келмейтін іс. Ол тек мұғалімнің ғана қолынан келеді. Бала жанының бағбаны атануымыздың себебі де осында жатыр. Балаға пәндік біліммен қатар рухани білім беріп, дұрыс тәрбиеші болсақ, өз ұстанымымызды арттырғанымыз. Адами құндылықтарды оқушы бойына шебер ұстаз ғана сіңіре алады. Біздің қазіргі білім жүйеміздің өзі оқушының алған білімі мен тәрбиесін өмірде қолдана алуына негізделеді. Әр қадамымызда ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, зияткер ұрпақтың саналы болуына қызмет етіп келемін. Жақсы ұстаз осылайша өз ісін сүйгенде ғана өзінің өмірлік миссиясына қол жеткізеді. Техниканың тілін жетік біліп, әрбір тетігін дұрыс басып, өз сабағына тиімді қолдана білудеміз. Ақпараттық сауаттылықты көтере отырып, сандық технологияны жан-жақты қолданып, нәтижелі сабақ өткізіп, сапалы білім беруден еш тайсалмаймын. Әсіресе түрлі білім платформаларының, қажетті оқыту сайттарының, әлеуметтік желінің оңтайлы тұстарын ұтымды қолданып, жаңашылдығымыз бен заманауилыққа талпынсақ, білім алушылар да өз нәтижесін көрсетері сөзсіз. Жаңашыл ұстаздың рухани бай әлемі, рухани мол білімі, ғылым саласының меңгерген білімімен ұштасып, сабақтасып жатқаны әрбір ісімнің көрінісі. Өз пәнімізден ғана емес, функционалдық сауаттылығымыз жоғары болып тұрса, ұстаз үшін ол бір мәртебе. Жаңашыл ұстаз, жаңашыл мектептің қорғаны болмақ. Мен үшін ұстаздық жол ақ жол, адамдық пен адалдықтың жолы, асқан білімнің, ілімнің жолы. Осы жол ғана менің шәкірттерімнің көзіне тайсалмай тік қарауға үйретеді. Себебі ертең жаңа күн, мен тағы да шәкірттеріме барамын. Олармен қызықты да, мәнді сабақтарымды өтемін. Шығармашылығымызды шыңдап, сырымызды да бөлісеміз. Шәкірт жетістігі, мұғалім жетістігі. Менің жетістіктерім әр кезде бағаланып келді. Еңбегімнің еленіп, жоғары марапаттарға ие болып жатқанымның өзі шәкірттерімнің жетістігі. Өйткені бұл ұстаздың көп жылдық еңбегінің жемісі. Сонымен қатар, ұстаздар жан-жақты қоғамдық жұмыста да өздерінің белсенділіктерімен танылып отырады. Ұстаз ана, ұстаз дана, ұстаз спортшы, ұстаз биші, ұстаз әнші де бола алады.
Бала күнімнен ата-анамның берген тәрбиесінің арқасында барлығын жасап үйрендік. Спортпен шұғылданып, волейбол, баскетбол, үстел теннисінен аудандық облыстық жарыстардың бірнеше дүркін чемпионы атандым. Үздік шабуылшы атағына да ие болдым. Спорт бұл адам жанын емдейтін, рухты күш беретін тамаша ойын. Мінекей, мұғалімнің жеке имиджі мен өз бренді, өзіндік сабақ беру тәсілі, мәнері, шеберлігі мен үздіксіз дамуы ғана төрдегі орынды береді. Өз басым жаңа заман талабына сай, жаңа қағидаларға сүйенген білім бағдарламасын басынан аяғына дейін зерделеп шықтым. Ой сүзгісінен өткізіп, жүрек түкпіріндегі ең асыл армандарыммен ұштастырдым. Ол армандарым шәкірттерімнің арманымен ұштасқанына кәміл сенемін. Себебі мен жаңа заманның жаңашыл ұстазымын. Осылайша менің жүрегімдегі мектебім менің өміріммен жалғасуда.